Құрметті көрермен, арнамызға тіркеліп, бүгінгі болатын әңгімемізге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгінгі айтылатын әңгімеміз өз бақыты мен отбасын аяқ асты еткен бір әйелдің өкінішке толы өмірі туралы шынайы әңгіме қозғаймыз. Бұл отбасының шынайы махаббаттың, еңбек пен сабырдың қадірін кеш түсінген бір әйелдің шынайы оқиғасы туралы. Балаларынан безіп өз өмірін күлге айналдырған ананың өкініші туралы айтамыз. Сәния ауылда өскен қарапайым сұлу қыз еді. Орта мектепті бітіріп, 1-2 жыл ауыл кітапханасында жұмыс істеп жүріп, өзіндей қарапайым бірақ адал мінезді еңбекқор жігіт Нұрболмен танысады. Нұрбол мал бағып құрылыс жағалап жүрген жігіт болатын. Өте еңбекқор еді, сөз сыпайы, ниеті таза еді. Бірнеше ай кездесіп, Сәнияның ата-анасынан рұқсат сұрап, екеуі үйленеді. Тойдан кейін Нұрбол Сәнияны өз үйіне ата-анасының қолына алып келеді. Сәния алғашында кішкене қиналады, бірақ енесі мен атасы өте жақсы адамдар болды. Бірнеше жыл тұрып, 3 балалы болған соң Нұрбол жер сатып алып, өз қолымен шағын үй соғып, отбасын бөлек шығарды. Уақыт өте үй кеңейіп, жаңартылады. Сәния жұмыс істемеді, балаларын бағып үйде отырды. Нұрболдың тапқанын ішіп жеп, ештеңеге мұқтаж болмады. Жыл сайын бір баладан дүниеге келіп, отбасында 5 баламен толықты. Балалары тәртіпті, анаға еркелейтін, әкеге сүйенетін, үй іші у-шу шуақты еді. Бірақ уақыт өте Сәнияның көңілі суый бастады. Баяғы жастық еркелік, нәзіктік орнына ауыртпашылық күйбің тіршілік басты. Нұрбол үйге шаршап келетін, балаларына қарайтын, тыныштық іздейтін. Ал Сәния болса, Нұрболдан іштей еркелік, назар, махаббат жетпейтінін сезінді. Сәнияның 38 жасында тағдырын өзгертетін кездесу орын алды. Ауыл дүкенінде Айдар есімді жігітпен танысып қалды. Ол 30-дан алқымдаған, түрмеден жақында шыққан, сөзі майда, түрі келбетті, көңіл көтеруге келген адам еді. Сәния онымен әуелі жай сөйлесіп жүрді. Кейінірек жиі кездесуге, сөйлесуге, сырласуға айналды. Айдар Сәнияға: "Нұрболда не көріп жүрсің? Сен секілді әйелге жай ғана отбасылық өмір жараспайды. Сен еркін болуға лайықтысың. Қаладан үй алып бірге тұрайық, бірге өмір бастайық" деп тәтті уәделерін көп айтатын. Сәния алғашында қарсыласып бақты, бірақ жүрегі әлсіздік танытты. Айдардың сөздеріне бой алдырып, өзін бақытқа лайық сезіне бастады. Күндер өте ол Нұрболға суып кетті. "Сен мені түсінбейсің. Мен де адаммын. Өзіме ақша керек" деп жиі ұрсатын болды. Нұрбол неше рет "Ақша керек болса, балалар үшін жұмсайық. Балалардан артық не бар?" десе де, Сәния тыңдамады. Ақыры Сәния бір түнде Айдардың алдамшы сөздеріне еріп, үйінен қашып кетті. Өзінің де, балаларының да, Нұрболдың да тағдырын ойрандады. Тіпті Сәнияны балалары да ұстап қала алмады. Айдар Сәнияны қалаға келіп, бір лас, иісі сасық ескі үйшікке кіргізді. Сәния болса шошып кетіп: "Бұл не? Қайда өте еткен үйің? Бизнесің дегенің қайда?" деп Айдардан сұрады. Айдардың жүзі бірден өзгерді. "Жетер енді. Сен енді ешқайда кетпейсің. Екеуміз қара жұмыс істейміз. Сен маған керексің. Сен менен басқа ешкімге керек емессің. Енді өзіңді біреуге керекпін деп ойлама. Тіпті балаларыңа да, Нұрболға да керек емессің" деп зір кетті. Қашып кетейін десе, қолында ақша жоқ. Нұрболдан ұрлап алып шыққан ақша да, алтындар да Айдар бір түнде тартып алды. Содан кейін соққының астына ала бастады. Айдар қалаға келгеннен кейін 180 градусқа өзгерді. Бұрынғы әдемі сөздермен Сәнияның көңілі түссе қасынан табылатын Айдарға мүлдем ұқсамайды. Күн сайын ішіп келіп ұратын, таңнан кешке дейін Сәнияны жұмысқа жегіп, тапқанының барын тартып алатын болды. Bir кезде арман болған махаббат енді тозаққа айналды. Сәния күн сайын кеште өзі жалғыз жылап отыратын болды. "Нұрбол, кешірші мені. Мен қандай ақымақ болғамын. Балалар мен сендерді қалай қиып кеттім" деп өз-өзін жеп отыратын болды. Сөйтіп жүріп, арада 5 жыл өтті. Сәнияның жасы 35-ке келді. Айдар тағы да ұрып, есінен тандырған бір түнде ол Айдардан қашып кетті. Қала шетінен көлікке отырып, ауылына әрең жетті. Үйінің алдына келді. Қолы қалтырап есікті қақты. Есікті өзі танымай қалған үлкен ұлы ашты. "Апа?" Сәния үнсіз жылап тұрды. "Сен бізді неге тастап кеттің, апа? Біз сені 5 жыл күттік қой. Енді не үшін келдің?" деді баласы қатулы үнмен. Сәния жылап тұрып: "Балаларым, мен қатты қателестім. Мен сендерді бір сәтке де ұмытпадым. Мені кешіріңдерші" деді. Сол кезде Нұрбол да шықты. Қартайып қалыпты. Көзінде реніш пен аяныш қатар тұр. "Кел. Бірақ сен анасы емессің бұл балалардың. Тек туғаның болмаса. Ана болу жай ғана босану емес. Ана болу балаңды тастап кетпеу" деді. Балалар бұрылып кетті. Сәнияны ешкім құшақтамады. Сол сәтте Сәния бәрін түсінді. Ең үлкен қателік бауыр етін балаларына опасыздық жасауы екенін кеш түсінді. Бүгінде Сәния жалғыз тұрады. Көше сыпырып күнін көреді. Балалармен сирек кездеседі. Олар кешірмеген. Нұрбол балалармен өмірін жалғастырып жатыр. Балалары азамат болып өсті. Ал Сәнияның жанын күнде бір сұрақ күйдіреді: "Қолымда бар алтынды неге бағаламадым?" Айдар болса Сәнияның сол кеткеннен артынан іздеп те келмеді. Ал Сәниядан көзіне қарап бақыттың қадірін білмеген жүректің азабын оқуға болады. Құрметті көрермен, арнамызға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі әңгімемізде көріскенше.